Safka duramayısınlar. Orşa söyleysinler. Aralarında bir ortulmalar çok. Bir mazak kumalasınlar. Birbirlerine orşa söyleysinler o. On bağlanlar. Hacılar Kazakça söylerler. Birbirlerine Kazakça söylerler. Giriz o bağlı olsun. Привет. Ты давай вот так сделай. Ты давай только пата-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 
Kazakistan! Aleykümselam. Kırıver bana. Kine ver bana. Kazakça söylendi. Osmanlı. Kazak dilde. Kazak bol bir yerinde. Sıkmayın. Geçmeyin. Balları şimdi namus деген болу керек қой. Намыс. Biz қазақтың баласымыз ау. Biz қазақпыз ау деген. Кішкене ма миларда кішкене болса да бір түсінік болу керек қой. Орыс болып кеткендер аттанып десе. Orçsun da sen? Ha? Может, orç çıkarsın sen? Может, atan orç çıkar. Atan orç var. Atan orç var. Onda atanın basına orçsun söylesin benim babalar. Aydınlaşma. Sen de orçsun. Kazakça söylep. Kazaklı bulmasın da kim Kazak bulun? Min babam ben. Erkek daha babam ben. Kim bulun? Bez. Kaç tane ayıttı bizim? Koy ödem var. Kazakça söylemişsin dedim bizim olsa. Şaşırıp öttüm o zaman. Жылны өлетін oldu mu ya? Өлетін oldu mu ya? Kay жерге var orçça söyleyemiz biz? Ha? Kay жақын? Молодец. Орыс жеріне барғаннан кейін орысша сөйлейміз ғой, дұрыс па? Біз орыс еліне барып, қазақша сайрап жүрмейміз ғой біз. Орыс еліне барғаннан кейін біз орысша сөйлейміз, дұрыс па? Қытайға барсақ қандай тілде сөйлейміз? Қытайша ма? Бәләсің бе? Енді қазақша сөйлемейсіздер ма енді? Біз қандай елде тұрамыз? Қазақстанның елордасы қандай қала? Может бұл? Астана может бұл? Қытайдың қаласы жер может? Орыстың қаласы жер может? Онда неге онда басқа тілде сөйлейсіздер? Неге? Қытайға барып қазақша сөйлесеңіз, көктемде бірден етсеңдер. Уанчи жақы уанчи аудия Қытайша сөйлейді ояқта. Франция, Италияға барып қазақша сөйлесеңіз, көктемде бірден етсеңдер. Көтектер десе йо-майо. Қазақша söyleydir, Қазақша. Öz тілдерінде білмесеңдер, öz елдерінде öz тілдерінде söylemesindir. Öz еліне, öz тіліне құрмет болмаса, қазақ болып, сендер құрметтеп сыйламасаңдар, басқа болып кімге керек? Ешкімге керек емес.
орысыңа не Қытайға еліктемей. Оңбағандар десе, қанша болды же қарсават қалма сендерге? Түсінді ма? Иә, сендерге. Әртүрлі жоқ қана, иә дейсіздер. Қазір келгенсіздер мына жақта. Осы жан айқайды уақыттарда шығып кетеді қазір. Қазір назарға шығасыздар. Орысша сөйлейсіздер бір-бірлерімен. Айтып отқан бәрі мына жақтан шығады сіздерге. Түсініктерің жоқ сіздердің атқарып. Үйреттер үйдегілерді, әкелеріңді, шешелеріңді. Әкелер шешелер орысша сөйлеп отса, ағайыныз айтқан де қазақша сөйлейді деп айтыңдар. Магазинге барасыздар ма? Орысша сөйлеп тұрма, қазақша сөйлеп жауап қайтарыңдар. Қазақ болыңдар атқарып десе. Түсінбай? Не шоқтар десе. Bir maqal айтып жіберейін ой. Айтшы. Өзге тілдің бәрін біл дейді, өз тіліңді құрметте дейді. Бұлар өз тілін бір жерде қыстырмады да олар қазақ тілін. Бұлар басқа тілдің бәрін де сөйлейді. Ағылшын айтып бар. Қол көтерді, кім английский бар? Көтерді ағылшын. Кім английский бар? Жоғары көтерді. Кім көтерді? Міне, қаншама балалар английский бар. Сұрады ағылшынға баратындар. Бұрында барған. Атаның басында ағылшынға барасыңдар ма балалар? Қазақ тілін жетістірмей, қазақ тілін сөйлей алмасыңдар. Бірінші өз тіліңдерін біліп алыңдар. Сосын барып оқыңдар. Ағылшын басқа тілін. Маған керек жоқ басқа тіл. Маған ағылшын тілі пу маған керек жоқ. Орыс тілі пу маған керек жоқ. Қытай тілі пу маған керек жоқ. Қазақпын мен ағайларым. Қай жерге барсам да мен қазақша сөйлеймін. Құдайға шүкір қасында переводчик сатып аламын адам болды. Мен аударып тұрады. Қытайға барсам қытайша переводчик аламын. Америкаға барсам американский переводчик аламын. Өз тілімізді құрметтеу керекпіз. Өз жерімізде қазақ тілінде сөйлеу керекпіз. Өз жерімізде қазақ болып жүру керекпіз. Сонда бізде болашақ болады. Біз қазақ тілінде сөйлемей, қазақи болмағанша, қазақтың намысы жүрегімізге ұрмағанша, біз ешқашан ел болмаймыз балалар. Ешқашан ел болмаймыз. Тәуелсіздігімізден айырыламыз. Түсінді ме? Айта қойшы бала. Біз осы жақта орысша сөйлегенде біздің ата-бабамыз осы қазақ тілін үшін өлген. Бірақ біз осыны бағаламай отырмыз. Молодец. Отлично. Молодец. Түсіндер ма не айтқан? Біздің ата-бабамыз дейді. Біздің қазақ тілі үшін дейді. Қазақ жері үшін дейді. Біздің тәуелсіздік үшін өмірлерін, жандерін берген дейді. Көрдіңдер ма қандай бала? Молодец, конечно. Молодец. Сол ата-бабамыз осы тіліміз үшін, осы жеріміз үшін жандерін берген. Қазақтың жері үшін осылай сендер Тайранда осылай жүгіріп жүргендері үшін, төрт құбылалардың түгел болу үшін жандерін берген біздің ата-бабаларымыз. Сол ата-бабаларымыздың жасаған еңбегі қазақ елі үшін, қазақ тілі үшін далаға кетті.